Саламатсыздар ма? 10 сынып оқушылары 490 бойынша алынатын жиынтық бағалау тапсырмасының жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса, каналымда бірнеше нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаларды қарасаңдар болады. Ал енді бірінші тапсырмасы магнит индукция векторының физикалық мағынасын магниттік пойыздың бағытын салу арқылы түсіндіріңіз. Оқушылар магниттік пойыздың бағытын салу арқылы түсіндіріңіз дегенде, мұнда мінекей n дегеніміз бізде солтүстік, ал s дегеніміз оңтүстік полюс. Енді екеуі әраттас болатын болса, бір-біріне тартылады, ал мұнда мінекей не істеп тұр? Бір-бірінен тебіледі. Мұнда да дәл сондай. Екеуі әраттас болғандықтан тартылады, ал мұнда аттас болғандықтан бір-біріне тебіледі. Астында да дәл сондай. Әраттас тартылады, аттас тебіледі. Мұнда да дәл сондай. Әраттас болғандықтан бір-біріне тартылады, ал мұнда тебіледі екен. Екінші тапсырмасы суретте электр қозғалғышының сұлбасы берілген. Мұнда мінекей электр қозғалғышының сұлбасы. Электр қозғалғышының катушкасы 100 орамнан тұрады. Ток күшінің мәні 0,15 ампер. Катушка қабырғалары 10 см болып келген шаршы. Магнит өрісінің индукциясы 0,105 тесла. А тапсырмасында катушка қабырғаларына әрекет етуші максимал күшті анықтаңыз. Мұнда бізде L 10 см екен, 0,1 метр деп аламыз. Табу керек максимал күшті. Ол үшін индукцияны ток үшін өткізгіштің ұзындығын және орам санын көбейтеміз. Мұнда бізде индукциясы 0,105. Ток үшін 0,15. Көбейтеміз ұзындыққа 0,1-ге. Көбейтеміз орам саны бізде 100-ге тең. Барлығын көбейтетін болсақ 0,125 ньютон болады. Келесі Б тапсырмасында айналдырушы күш моменті максимал болуы үшін катушка қалай орналасуы керек түсіндіріңіз. Мінекей мына формуласына сәйкес контурды тесіп өтетін магнит ағыны контур жазықтығына перпендикуляр болғанда айналдырушы момент максимал мәнге ие болады. Ал енді С тапсырмасында қозғалғышты қуаттырақ ету, яғни айналдыру моментін арттырудың әдісін ұсыныңыз. Оқушылар, мінекей мұнда бірнеше әдістер бар. Токты арттыру, орам санын арттыру, магнит өрісін күшейту, магнит өрісінде орналасқан өткізгіш ұзындығын арттыру. Яғни оқушылар мұндағы шамаларды артатын болсақ, бізде айналдырушы моментте не істейді? Артады екен. Келесі үшінші тапсырмасы электромагниттік құралдардың, яғни электромагниттік реле, генератор, трансформатор жұмыс істеу принципін зерттеп, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын кестеге жазыңыз. Оқушылар, мінекей электромагниттік құралдар генератор, трансформатор және электромагниттік реле. Ұқсастықтары электромагнитті индукция құбылысына негізделген. Мінекей генератордың басқа трансформатор мен электромагнитті реледен айырмашылығы. Ал мұнда мінекей трансформатордың айырмашылығы. Толығырақ айтатын болсақ, кернеуді арттырып төмендетуге және ауыспалы ток түрлендіруге мүмкіндік беретін қарапайым құрылғы, айнымалы токтың жиілігін өзгертпей кернеуін өзгертуге арналған электромагнитті аппарат. Ал енді оқушылар, электромагниттік реленің генератор мен трансформатордан айырмашылығы міне осында көрсетілген. Төртінші тапсырмасы өткізгіш контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,112 веберге бір қалыпты өзгергенде, онда 2,4 вольт электр қозғаушы күші индукцияланады. Өткізгіш кедергісі 0,16 метр. Магнит ағының өзгеру уақытын анықтаңыз. Өткізгіште пайда болатын индукциялық ток мәнін есептеңіз. Оқушылар, уақытты табу үшін, яғни уақыттың өзгерісін табу үшін электр қозғаушы күштің формуласынан түрлендіріп аламыз. Электр қозғаушы күшті табу үшін магнит ағының өзгерісін бөлеміз уақыттың өзгерісіне. Енді осы формуладан біз уақыттың өзгерісін табу үшін магнит ағының өзгерісін бөлеміз электр қозғаушы күшке. Енді орнына қоятын болсақ, бізде осы формуладан магнит ағыны бізде 0,112, ал электр қозғаушы күші 2,4. Екеуін бір-біріне бөлетін болсақ 0,105 секунд болады. Енді мұнда бізде ток күшін табу керек. Ол үшін магнит ағынының өзгерісін бөлеміз кедергі мен уақыттың өзгерісінің көбейтіндісіне. 0,112 веберді бөлеміз, кернеу бізде 0,16, ал уақыты 0,105.
Сонда алымын бөліміне бөлетін болсақ, бізде шығады 4 ампер. Келесі оқушылар, 5-ші тапсырмада магниттік тордың жұмыс істеу принципіне сипаттама берді. Кеңістіктің кейбір бөліктерінде зарядталған бөлшектердің қозғалысын шектеу үшін тудырылған магнит өрісі магниттік тұзақ термоядролық реакцияны жүзеге асыру үшін плазманы ұстап тұруда қолданылады. Ал енді келесі 6-ші тапсырмада электр қозғалғыштың негізгі бөліктерінің атауларын көрсетілген нөмірлерге сәйкестендіріп жазыңыз. Яғни оқушылар, мұнда жазамыз 1 дегіміз, мұнда бізде якорь, ал 2 дегіміз полюстің өзегі, 3 дегіміз полюстегі орам саны, 2 мұнда полюстегі орам саны, мұндағы 4 щеткалар, ал 5 дегіміз мына бізде мінекей коллектор. Келесі 7-ші тапсырмада 5 миллисекунд ішінде 500 орамды соленоидтың магнит ағыны 7 милливеберден 3 милливеберге дейін біркелкі төмендеді. Соленоидтағы электр қозғаушы күштің индукциясын табыңыз. Мұнда бізде уақыты 5 миллисекунд, 5 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі секунд. Мұнда 7 милливебер, 7 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі вебер. Мұнда бізде 3 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі вебер болады. Енді оқушылар, мұнда біз электр қозғаушы күшті есептейміз. Ол үшін орам санын көбейтеміз. Мұндағы магнит ағынының өзгерісімен уақыттың қатынасына. Енді орнына қойып есептейік. Мұнда бізде -n магнит ағынның өзгерісін F2 азайтылған F1 деп аламыз. Азайтылған F1 бөлеміз уақытқа. Енді орнына қойып есептейтін болсақ, орам саны бізде 500-ге тең. Магнит ағыны 7 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі, азайтамыз 3 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесін. Уақыты бізде 5 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі. Сонда барлығын мұнда көбейтіп, астына бөлетін болсақ, 400 вольт болады. Келесі 8-ші тапсырма, трамвайды тежеу принципін түсіндіріңдер. Жүргізуші двигательді контактілі желден ағытып, оны генератордың жұмыс режиміне ауыстырады. Трамвайдың үдеуі мыналарға трамвайдың берілген қозғалыс жылдамдығындағы жүктеменің шамасына және берілген жүктемедегі трамвайдың жылдамдығына қалай тәуелді болады. Ал енді Б тапсырмасында индуктивтілігі 0,4 генри электромагнит орамындағы ток күші 0,2 секунд ішінде 5 амперге бір қалыпты өзгерсе, өздік индукцияның электр қозғаушы күшінің шамасы. Оқушылар, А тапсырмасында кедергі аз, ал жылдамдық көп болғанда үдеу көп болады, ал Б тапсырмасында бізде электр қозғаушы күшті есептеу керек. Ол үшін индуктивтілікті көбейтеміз, ток күшіне бөлеміз уақытқа. Мұнда негізі уақыттың өзгерісі, ток күшінің өзгерісі деп алғанымыз дұрысырақ. Сонда индуктивтілігі бізде 0,4, ток күші 5 ампер, ал уақыты 0,2. 0,4-ке көбейтеміз, 5-те 2 болады, оны 0,2 бөлетін болсақ, 100 болады. 9-ші тапсырма, суретте келтірген жағдайдағы магнит өрісінде қозғалып бара жатқан альфа бөлшекке әсер ететін күштің бағыты дейді. Оқушыларына бізде жылдамдығы, ал күштің бағыты осыған перпендикуляр болады. Жылдамдық пен күш не істейді? Бір-біріне перпендикуляр болады.
Енді Б тапсырмасында бізге индукциясы берілген, жылдамдық берілген екен және заряд берілген, бізге табу керек протонға әсер ететін күшті. Оқушылар, ең алдымен ХБЖ-ға келтіреміз. Мұнда бізде мега секундте берілген екен, оны біз 10-7 дәрежесі метр бөлме секунд деп аламыз. А тапсырмасы бойынша жаңа күш пен жылдамдық бір-біріне перпендикуляр дедік. Енді Б тапсырмасы бойынша күшті есептейміз. Ол үшін зарядты, индукцияны және жылдамдықты көбейтеміз. Заряд бізде 1,6 көбейтілген 10-19 дәрежесі, ал индукциясы 0,2 Тесла, көбейтеміз 10-7 дәрежесін. Соны 1,6-ны көбейтеміз 0,2 және көбейтеміз 10-7 дәрежесін, бізде тең болады 0,132 көбейтілген 10-12 дәрежесі ньютонға. Бұны біз 0,132 пика ньютон деп алсақ болады. Келесі соңғы тапсырмасы еркін құлауға тәжірибе жүргізілді. Онда объект тынышта тұрған жағдайдан құлай бастады және Т уақыт ішінде H белгілі бір ара қашықта құлады. Тәжірибе жүргізген адам келесі мәндерді алды. H және Т ара қатынасы мына формуласы болады деп күтілуде. Мінекей мұнда биіктіктер және уақыттың мәндерін алған екен. А тапсырмасында Т квадрат мәнін есептеп, кестедегі бос төртөздерді толтырыңыз. Яғни уақытты квадраттаймыз. 0,12 квадраты 0,104, 0,129 квадраты 0,1084, 0,135 квадраты 0,123, онда бізде 0,116, ал соңғысы 0,145 квадраты 0,203 болады. Енді келесі Б тапсырмасында биіктіктің уақыттың квадратына тәуелділік графигін сызыңыз. Y осіне биіктікті, ал X осіне уақыттың квадратын жазамыз. Оқушылар, жаңағы кестені пайдаланып, биіктіктің уақыттың квадратына тәуелділік графигін сызамыз. Яғни бізде уақыт 0,104 кезде 20 сантиметр, 0,184 кезде, яғни 0,108 деп алсақ та болады. 0,108 кезде 40 сантиметр, сол сияқты мінекей барлық нүктелерді белгілеп алып, оларды бір-біріне қоссақ, мінекей осындай график шығады екен. Енді бізге С тапсырмасы бойынша алынған графиктен градиентті және графиктің Y осімен қиылысу нүктесін анықтаңыз дейді. Мына графикті біз былай созатын болсақ, Y осімен қиылысу нүктесі 0-ге тең болады. Мінекей координата басы өздерің білесіңдер 0-ге тең. Ал енді Д тапсырмасында еркін түсу үдеуін анықтаңыз және өлшем бірлігімен жазыңыз. Оқушылар, мінекей градиенті, ал мінекей мынау бізде Y осімен қиылысу нүктесі. Енді Д тапсырмасы бойынша еркін түсу үдеуін табамыз. Ол үшін биіктіктің формуласынан түрлендіріп шығарамыз. Биіктікті табу үшін еркін түсу үдеуімен уақытты квадраттап 2-ге бөлуші едік. Осы формуладан G-ді табу үшін 2-ні көбейтеміз, биіктікке бөлеміз уақыттың квадратына. Жаңағы кестеден оқушылар биіктігі 20 сантиметр болған кездегі уақыттың мәнін аламыз. Кез келген кестедегі кез келген мәнмен сәйкестендіріп алсаңдар болады. 2 көбейтілген, мұнда біз 20 сантиметрді 0,2 метр деп аламыз. Уақыттың квадраты бізде 0,104-ге тең. Сонда 2-ні көбейтеміз 0,12, 0,14 болады. Мұндағы мәнге бөлетін болсақ, G бізде 10-ға тең болады. Сонда жауабы G тең болады 10-ға. Оқушылар, берілген 10 тапсырма бойынша қандай да бір сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.